Сіздермен бірге торғын. Бүгін вареный сгущенка қосылған рогалики пісіріп көрсетемін. Өте жұмсақ болып шығады. Енді ауызда ериді. Жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге ашытқыны және қантты салып араластырамыз. Одан кейін оның үстіне жұмыртқамыздың ағын саламыз. Одан кейін ұнымызды салып, осы кезде жарты шай қасық тұзымызды салып жібереміз. Жақсылап билеп жылы жерге қоямыз көтерілгенше кішкене. Одан кейін біраз көтерілген соң сұйық майды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып қойып қоямыз. Бір 10 минуттай. Соң көтерілген соң бірдей етіп 12 бөлікке бөлеміз. Бөліп алған соң оны домалақтап қоямыз. Одан кейін грушаның формасын келтіреміз. Яғни бір жағы жалпақтау болып шығу керек. Оқтаумен жайғанда. Бұлай жайып, одан кейін жалпақ жағына бір қасық варенкамызды саламыз да жақсылап бекітіп орай саламыз. Бетіне жұмыртқа жағып 200 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Дайын. Ас болсын.